Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қазір біз раннер тігетін боламыз. Яғни столға арналған скатерть болсын, раннер болсын, осындай матадан тігіп алсаңыздар болады. Ол үшін бізге осындай дак матасы, бұл су өткізбейтін мата, қалам, сызғыш, қайшы, тігін машинасы керек. Алдымен матаның түзу екеніне көз жеткізуіміз керек. Ең бірінші осы бір жақ шетін түзу етіп қиып аламыз. Ол үшін осындай сызғыш пайдаланамын. Темір сызғыш. Осылай сызып, мен өзіме қаламмен жұмыс жасаған ұнайды. Себебі түзу әрі жұқа болып сызылады. Осылай шетінен матаны орнынан қозғамай, жаңағы матамызды түзулеп аламыз. Бұл дак матасының ұзындығы 180 см болады да, ені 50 см етіп қиып аламыз. Яғни 180 матаның ені біздің раннеріміздің ұзындығына кетеді. Осылай түзу етіп сызып, қайшымен қиып аламыз. Тура осындай матаның басқа түсінен тура жаңағыдай шетін түзулеп алып, 50 см-ден өлшеп қиып аламыз. Матаны түзу қию үшін қиған кезде орнынан қозғамаған дұрыс. Осылай 50 см-дай тура жаңағыдай етіп қиып аламыз. Тігудің осы әдісімен кез келген көлемдегі дастархан болсын, раннер болсын, осыған қарап тіксеңіздер болады. Мінекей екі матамызды да қиып дайындап алдық. Енді келесі мынандай үйлеріңізде балаларыңыздың раскраскасы немесе қалың дәптердің тысы болса, содан 2 см-дан өлшеп алып, ұзынша келген қағаз керек болады бізге. Енді осыны қайшымен қиып аламыз. Бұл қағаз бізге матаны осындай тіккен кезде ыңғайлы болу үшін, қырларын келтіру үшін қажет болады. Сондықтан екі матаның ортасына қойып, үстінен үтікпен үтіктеп аламыз. Мен өзім тіккен кезде бұл қағазды көбіне қолданбаймын, себебі әбден уже көзім үйреніп кеткен. Бірден үтіктеп аламын осылай. Сіздерге тіккенге ыңғайлы болсын, көзіңіздеріңіз үйренгенше осылай істеп алсаңыздар өте ыңғайлы.
Бұл әдісті перденің шетін түзу тіккіңіз келсе, астыңғы бөлігін түзу тіккіңіз келсе, осылай қолдансаңыз болады. Енді жаңағы бір рет бүктеп ортасына қағаз қойып үтіктедік қой, енді екінші қайтара соны бүктей отыра, екі қайтара үтіктеп шығамыз. Осылай екі қайтара үтіктейміз. Ұзындығын дайындап алдық, енді енін тура солай етіп үтіктеп аламыз. Бұрыш жағын екі қайтара, тағы екінші бұрысын екі қайтара бүктеп алып, үстінен тағы бастырып жіберсеңіздер болады. Міне осылай төрт бөлігінде бірдей етіп үтіктеп аласыздар. Төрт жағында осылай үтіктеп дайындап алған соң, енді тігін машинасында тігетін боламыз. Міне екі қайтара бүктеліп, екі қайтара үтіктеді қой. Енді осы бұрышын екі түйіскен жеріне нүкте қойып аласыздар. Оң жағына аударып, екі жаңағы нүктені қосамыз. Осылай булавкамен қадап қойсаңыздар болады. Енді міне жаңағы біткен жерінен тағы нүкте қоямыз да, екі арасын сызып аламыз. Тура осыған қарап тіксеңіздер, сіздерде де тура осындай болып шығады. Енді жаңағы сызып алған жерімізді тігеміз. Басында закрепка және аяғында закрепка жасаймыз. Кішкентай ғана жер тігетін, екі жағындағы жібін қиып алып тастаймыз и артық қалған матаны қиып аламыз. Енді осы бұрышын аударамыз. Көрдіңіздер ме? Осындай етіп бұрышы шығады. Енді осы бұрышты мына ортасынан бастаймыз. Закрепка жасаймыз. Енді тура жаңағы үтіктеп алғанымыздың шетінен ақырын осылай тігіп шығасыздар.
осылай тартып отырып тіксеңіздер түп түзу болады. Жаңағы бұл столдың үстіне қойғандықтан бұның тігісі барлығы көрініп тұрады. Сондықтан ешқандай жіп шығып тұрмау керек. Бәрін қадағалайсыздар. Енді мына бұрышына келген кезде ине ішінде тұрады. Лапканы көтереміз де матамызды бұрып аламыз. И осы жерден қайта тігеміз. Қазір мұны тағы бір бұрышында көрсетемін. Бұрышқа жеткен кезде ине ішінде қалады. Лапкасын көтереміз, матаны айландырып аламыз. Өзімізге қаратып, ары қарай осылай тіге береміз. Салфетканы да осы әдіспен тігуге болады. Тек шетіне 2 сантиметр емес, 1 сантиметрдан бүктеп алып, тура осындай етіп тіксеңіз болады. Не тағы да бұрышына келген кезде инеміз қалады. Матаның ішінде лапкасын ғана көтереміз де матаны өзімізге қаратып аламыз. Мінекей біздің ранеріміз бітті. Осы жерге келген кезде закрепка жасайсыз да қалған жіптерді қиып алып тастайсыз. Осындай болып өте ыңғайлы, аккуратно болып шығады. Үтіктеген кезде осы шовтардан, тігістердің үстін бастырып, пармен үтіктеп шығасыз. Жаңағы барлық матаны да үтіктеп тұтынушыға жақсы товарный видпен тапсырамыз. Бұл дак матасының ені 180 сантиметр, 1 метрі погонный 2000 теңге тұрады. Сонда қарасаңыз 50 сантиметрдің расходы 1000 теңге шығады. Өте тиімді, осылай тігіп, набор қылып сатсаңыздар болады, жекеде сатсаңыздар болады. Міне дастарханда қандай әдемі көрінеді. Былай қарасаңыз кішкентай ғана мата, бірақ қандай көңіл күй, әдемілік, сұлулық сыйлайды. Осындай үстіне пленка прозрачный размеріне байланысты қиып, үстіне төсеп қойсаңыздар болады. Былғанбайды және міне қандай күшті, мынандай лимонный түрін жәнеғі тіккеніміз. Осы түс өте ұнайды маған өзіме. Менің каналым сіздерге ұнап жатса, комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар. Осындай тағы бір күшті түрі бар. Гранатадан суреті бар. Менің каналымда тағы да көптеген тегін мастер-класстардың видеолары бар. Осы видеоның астына ссылкаларын қалдыратын боламын. Қарап көріп, сіздер де үйлеріңізге осылай тігіп алыңыздар. Сәттілік!